Сәлем, балдар. Сәлем. Байтыр, Байтыр. Достан хат шығармасаңдар естілмейді. Сәлем. Біз қазір ойнайтын ойынымыз көзді жұмып, негізі мына жерге губка қойып ойнайын дегенбіз ғой. Екеуі бір-бірін көрмеу керек, бірақ ана қыз қойғызбай жатыр. Раяна қойғызбай жатыр, алып қоя беріп жатыр. Алып қас келеді ғой, алып қояды. Ойынның аяғына дейін ойнатпайды ол. Сондықтан екеуі қазір Нұрхан мен Нұрикамал көзін жұмып отыруға тура келеді. Көзін жұмып отырып ойнайтын ойынымыз тек эмоция, мимикамен түсіндіру. Сөйлемейді ешкім. Орнынан тұрмайды. Қолмен немесе бет әлпетімен түсіндіру. Дайынсыңдар ма? Конечно. Дайынсыңдар ма? Біздің видеомыз тоқтап қалып жатыр. Мына жақта біреу не қылып жатыр? Дұрыс ойнатпай жатыр. Так, ендеше бастаймыз. Көзімізді жұмамыз. Нұрхан дәл осы видеоны жақындатып түсіру. Жақындатып түсіру керек. Так, бірінші эмоция. Жақсы көрем деген сөзді түсіндіріңдер маған. Екінші, қарным ашты. Үшінші, суретке түсу. Нұрхан сен кәдімгідей түсе саласың ба? Қалай отып солайсың. Бұдан кейінгі айнаға қарағанда не істейсіңдер? Келесі, ренжу. Ренжіген кезде қандай не жасайсыңдар? Ренжіген кезде. Біздің мына бақыра беріп атқасын дұрыс түсіре алмай жатыр. Ренжіген салдыға енді. Қорыққандан салдыңдар ма? Давай, қорыққанда не істейсіңдер? Түрлерін көрсетіңдер. Осылай. Келесі, есінеу. Одан кейін. Түсіндім дегенді қалай түсіндіресіңдер маған? Түсіндім дегенді қалай түсінесіңдер? Келесі, қуанған нелеріңді көрсетіңдер. Қатты қуанады екенсіңдер. Ешкім сендерді ешкім қуантқысы келмей қалады екен, мынандай эмоциядан кейін. Біреуді қорқытыңдар, ал композитті қорқытқанда не істейсіңдер, соны көрсетіңдер. Нұрхан апасы. Келесі. Келесі. Мен жұмсағанда қандай не боласыңдар? Түрлерің қандай? Одан кейін. Екі алғанда қандай көңіл күйде боласыңдар? Келесі. Бес алғанда ше. Осы менің бар ем дайындаған сұрақтарым таусылды. Қазір көріңдер енді өздерін. Сау болыңдар. Мына біздің биші де ортада қоймай жатыр әйтеуір.